Армысыздар аяулы аналар, құрметті біздің ұстазымыз гүлдей құлпырған қыздар. Барлығымыз асыға күткен көктемнің алғашқы күндерімен бірге 8 наурыз халықаралық әйелдер күні де келіп жетті. Бұл бір қолмен бесікті, екінші қолымен әлемді тербеткен аналар мен нәзік жанды қыздар қауымының төл мерекесі. Ана десем шешек ашып жанары, өмірімнің бастаулар ажары. Ана деген тіршілікке пана болып, әрбір үйде жұлдыз болып жанады. Баршана құтты болсын мерекеңіз, әрқашан анасызбен берекеміз. Ақтасақ ақ сүтіңді асыланам, сонда біз кісілікке теңесеміз. Дей отырып, ұл қыздарымыз жүрек жарды тілектерін ұсынады. Талай ренжітсек те, еркелігімізді көтеріп, туған анамыздай маңдайымызды сыйпай білген ұстазымыз Нәзира апайға айтар алғысым шексіз. Ұстаздың еңбегі ұлан ғасыр мұхитпен тең. Өміріміздің әрбір сәтін есімізде сақтап қалу мүмкін емес. Десе де фотоаппараттың көмегімен оны жүзеге асыруға болады. Назарларыңызға естеліктерді ұсынамыз. Самайдағы ақ шашыңның әр талына қарызбын, еш нәрсемен өтелмейді ау парызым. Жауаптымын жанарыңнан сырғанаса тамшы жас, маған бәрісің. Ауырмашы, аман жүрші, көз алдымда көрініп, арамыздан ұзамашы бөлініп. Көңіліңе қаяу түссе шырылдайдай жүрегім, жаным егіліп. Желбіреген асыл ана, жүрегі елжіреген. Асыл ана, жаулығы желбіреген. Асыл ана, жүрегі елжіреген. Ақ тілекшім, ақ жолдайым, ақ жүректің анашым, бәйек болып қабағымды бағасың. Сан айналып өтсем дағы, таба алмаспын әлемнен сендей жанашыр. Есейсем де аңсатады алақаның аялы, еске салып сәби күнді баяғы. Тіршілікке нәр берген ана сүті қандай құдіретті. Әлемдегі жақсылық көзі, адамдық қасиет, ақтілік, мейірбандықтың бәрі ана деген сөзбен астасып жатыр. Сондықтан әлемнің шамшырағы, өмірдің керегесі анаға қанша тілек, қанша мақтау мен алғыс айтсақ та аз емес. Осы айтылғандардың бәрі шындық, бәрі шын. Аналар ажалдан күштірек. Жапанға бір тоқтамсыз данышпандарды, ақындарды, ерлерді тауып беретін аналар. Барлық жақсылықты себетінде аналар. Ендеше сол аналар алдында бас иелік. Ана, тіршіліктің гүлі, отбасының берекесі, бүкіл адамзаттың тәрбиешісі. Қазіргі кезде анасы жоқ балалар аз емес. Олар анасының мейірімін аялағанын ешқашан сезген емес. Ендеше анамызды сыйлап құрметтейікші. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. 8 наурыз құтты болсын.